Йо, былдар менде ең жаман және өте керемет жаңалық бар. Ал енді жаман жаңалықтан айтып кетейік. Біріншіден балдар, менің көбісі адамдар мен каналыма 5 подписки қарайды. Давай, сен осы видео көріп отырсаң және менің каналыма әрі тіркелмесең, менің каналыма тіркеліп колокольчик басып қасында және төмендегі лайкты басып кет. Менің видеоларым ұнаса. Давай, 3 секунд ішінде осы видеоға лайк басып кет. 1, 2, 3. Ай, красавчик. Ал енді мен өте кереметті видеоны көре бер. Ал енді жақсы жаңалықтан айтатын болсақ, менде бүгін ғана сообщество ашылған болады. Балдар, мен сендерге рахмет айтамын. Менде 1060 подписчик бар. Давайте 1100 подписчикке апарып тастайық. Арты аккаунттармен алып. Короче, менде өте қуаныштымын. Енді видеомды көре бер. Балдар, бір какой-то бомж генерал деген мықты өте кереметті каналдың ұсынғысы келіп тұр. Оның каналында Free Fire туралы өте кереметті видео көре аласыңдар. Мысалы, мен аккаунтыма обзор, прокачка сияқты мықты видеолар көре аласыңдар. Оның каналы ссылка описаниеда болады. Ал енді видеоға кеттік. Go. Ассалаумағалейкум балдар, сіздермен бірге Спиди, и бүгінгі видеода мен өте кереметті видео түсіргім келіп тұр. Осы видеода мен Шелси туралы плюсы және минусы туралы айтатын болғам. Балдар, мен Демфи туралы плюсы және минусы туралы видео айтқан болатын. Көбісі балдар опроста Шелсиді айтқан боласыңдар. И осы видеода мен Шелси туралы плюсы және минусы айтатын болам. Ал енді видеоға кеттік. Бірінші плюс оның видеолар. Балдар, Шелси бізге өте кереметті. Каждый видеоларда бізге іш пыздырғызбай және эмоция қылып, вообще скучно қылдырмай видеоларды өте қызықтырып түсіреді. И бұл шындық балдар. Каждый видеоларда маған Шелсидің видеолары маған іш пыздырғызбайды және Шелсидің видеолары маған өте қатты ұнайды. Мен оған үлкен плюс беретін боламын. Ал енді екінші плюсқа кете берейік. Ал енді Шелсидің екінші плюсы балдар, оның превьюлар. Оның превьюлары вообще качественно және өте керемет жасалған. Даже айттан қарағанда өте керемет жасайды. Ол Шелси дизайнер, маған вообще превьюлары өте қатты ұнайды. Мен оған үлкен плюс беретін боламын. Үшінші плюс качество. Балдар, Демфидің, Шелсидің соңғы видеоларын қараса, өте качественно. Өткен ол соңғы кездер жаңа ПК алған болатын. Оның баяғы видеоларын қараса, вообще 720p. Сол кезде өзінің слабы ПК-мен түсірген болатын. Төртінші плюс балдар, оның актив. Балдар, оның қазіргі активін қарасау, каждый бір күнде 6000 лайк жиналады. Ол қазіргі каналда 6000 подписчик. Балдар, не деген актива мықты деуге болады даже. И любой ютубер активне за видео дейді алады. Даже мен балдар. Мен оған плюс деп айта аламын. Бесінші плюс. Балдар, оның ава және шапкасы, оның оформлениесі балдар. Оның ава мен шапкасы топ деп айта аламын. Ол дизайнер, ол өзі жасаған болатын. Өзінің ава мен шапка, яғни оформлениесі. Мен оған топ деп айта аламын. И оған соңғы плюс осы. Ал енді минустан аяқтап кетейік. Шелсидің алғашқы минусы балдар. Балдар, ол каналдан көше береді. Енді ол көшпейді деген ойдам. Көбінесе көптеген каналдар болған екен. Ауылдағы өмір, Free Fire және бомжик туралы каналдар болған болатын. Мысалы, оның алғашқы бомжик туралы канал қазіргіден Леонардо тұр. Оның подписчик болған кезде ол ақша жетпей қалған үшін каналды сатып жіберген болатын. Екінші каналда ол 23 подписчик болған кезде ол да ақша жетпей қалған үшін каналды сатып жіберген болатын. Жаңа ПК алу үшін енді сатпай деген ойдам. Ал енді екінші плюсқа кете берейік. Екінші плюс балдар, оның описаниясында пустой, почти пустой деп айта аламын. О канале тек қана шамалы
сөздер жазған болатын, но көбейту керек деп айта аламын. Вообще көбейту керек. Вообще аз, пустой, почти пустой, кішкентай минус, осындай кішкентай минус айт. Ал енді последний, үшінші минус, последний, Челсидің үшінші минусы, балдар, оны, каждый любой суды қайталай береді. Неге дейсіңдер? Ол просто он әдет болып кетті. Даже мен осын балдар туралы айтқан болатын каждый видеоларда қазірде айтып жатырмын. Кешіріңдер балдар. Ол просто әдет болып жатыр. Но енді осындай минус, онда фанат хейтерлері бар, вообще оған бесит етеді деп айта аламын. Комментарийлер вообще көп, бірақ мен скрин етпей қояйын. Ну, ал балдар, сіздермен бірге болған Спиди. Осындай видео ұнады деген ойдамын. Ну, сіздермен болған бірге Спиди. Аман сау болыңдар. Ну, давайте.